Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Гүлжан, менің каналыма қош келдіңіз. Достар, бүгін сіздерге iHerb-тан өзім ішіп жүрген витаминдарды көрсететін боламын. Мүмкін осы витаминдарды сіз іздеп жүрген шығарсыз, мүмкін сізге дәрігерлер назначить етті, бірақ қайдан алу керек екенін білмей жүрген шығарсыздар достар. Сондықтан осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Достар, iHerb сайтта витамин айтпас бұрын, iHerb сайт деген ол американдық сайт, то есть склад бәрі Америкадан, сондықтан заказ бересіздер, Америкадан тікелей салып жібереді, және де әлем бойынша, Қазақстанға да әлем бойынша тегін доставкамен солай жұмыс жасайтын логистикасы өте мықты дамыған үлкен мықты онлайн платформа. Кәдімгі өздеріңіз күнделікті көріп жүрген Каспи магазин, Валберис, Озон, Амазон, Алиэкспресс сияқты бұл да үлкен маркетплейс. Сондықтан iHerb сайтында өте көп витаминдер сатылады в основном, және косметика да бар, уходовая косметика и сонымен бірге аксессуары, да, бьюти аксессуары. Вот, для детей разные аксессуары есть. Вот, енді достар, iHerb сайтынан заказ беруді білмей жүрсеңіздер, менің онлайн курсыма жазылып, заказ беріп үйреніп алсаңыздар болады. Барлығы өте жеңіл, қарапайым тілде түсіндіргенмін. Және де мен кері байланыс болады, барлық сұрақтарыңызға көмектесіп отырамын. Осы сайтта заказ беріп салып жүргеніме 5 жылдың уақыты болып қапты достар. Сондықтан көп нәрседен хабардармын, көп тәжірибем бар, сондықтан пожалуйста, мархабат жазыңыздар. Достар, бұл сайттағы ең көп ішетін витамин ол D3. Бұл жерде 5000 доза. Бұл доза көп те емес, аз да емес, өте жақсы доза мен үшін. Енді кейде мен 2-3 штуктан да ішемін, өйткені мен қазір лактационный периодтамын. Сондықтан баланың денсаулығына да өте қажетті. D3-дің 5000 дозасы, достар, үлкен адам үшін де және де плюс 10 жастағы балалар үшін де өте жақсы доза деп ойлаймын. 2000 доза қазір бізде күн өте аз болып кетеді. 10.000 доза, конечно, кішкене көбірек, ол вообще D3 организмі жетіспейтін кісілерге. Және де сайтта 50.000 дозасы да бар, енді ол аптасына бір рет ішесіз, оны ерекше сондай аннотациясын қарап отырып ішесіздер. Жалпы D3 организміне жетсе, жетіспегенін білу үшін, достар, анализ тапсыруларыңыз керек. Любой лабораторияға барсаңыздар, D3 анализ тапсырам десеңіздер, сіздерден тез арада осындай определенный уровеніңізді сізге көрсетіп береді, соған қарап назначениемен достар алып іше бересіздер. Неге осы брендті таңдадым? Өйткені California Gold Nutrition деген бренд iHerb-тың өзінің жеке бренді, сондықтан бағасы өте доступный болып келеді, акцияға салады көбісіне, енді өзінің продукциясы болғасын. Вот, мына жерде 360 штук, енді күніне біреуден ішкенде бір кісіге 1 жылға жетеді. Классно, да? Вот. Достар, сол D3-дің енді тағы да мен бір түрін көрсетемін, бірақ бұл жерде детский, да, детский екен. Бұл 400 доза, да. Енді бұны қалай береміз дегенде, с рождения қыздар беруге болады. Кәдімгідей аузын бөпенің ашып, өзінің ішінде пипеткасы бар, аузына тамыза саласыз. Бар болған сол. Өте ыңғайлы, мен дочема беріп жүрмін, ішінде біраз ғана қалды, достар. Бұл брендте тоже California Gold Nutrition. Так же, как и большой D3 для взрослых California Gold Nutrition. Келесі витамин, достар, ол менде витамин С. То же самое, да, тоже сол бренд California Gold Nutrition. Бұл жерде буфизированный витамин С. Бұл дегеніміз более быстрее всасывается в организме. Организме өте тез сіңетін түрі. Вот, бұл жерде 60 штук күніне, достар, негізінде біреуден деген, сонда сізге 2 айға жетеді. Дозасы 750, ол деген приличная доза, потому что обычно витамин С 250-де жүреді. Мына жерде 350 доза, сондықтан өте жақсы. Обратите внимание, көбісінде распродажа да болады. Вот, тағы да бір С-ның түрін көрсетіп кетейін. Бұл менде 21 Century деген бренд витамин С. Бұл жерде доза 250 ғана. И бұдан күніне, достар, тоже біреуден депті. И кішкене бұл жерде кальций бар екен. Вот, витамин С тоже один из лучших на сайте iHerb. Так, мына жерде доза, конечно, көбірек, достар, 3 есе көбірек, чем на витамин С из бренда 21 Century. Так, келесі, достар, көрсететінім, ол 21 Century'дан кальций.
Осы кальцийдан негізі айхербтан бастап ішкен кезде біз осы кальцийден бастап ішкенбіз. Бұл жерде кальций, магний бар еще құрамында, и цинк бар, и D3 бар. То есть это комплекс поднимает иммунитет, поднимает ваш кальций в организме. Кальций дозасы 1000. Достар, негізі мен осы витаминдер туралы көп, БАДылар туралы көп оқып ізденемін. Сол кезде врачтардың айтатыны күнделікті суточный норма 1000 үлкен кісілерге, ал плюс 50-ден асқан кісілерге 1200 норма. Мына жерде негізінде күніне 3-ден ішіңіз деген. Егер сіздің организміңізде буындарыңыз ауырып, жаңағыдай тістеріңіздің несі босап жатса, онда 3-ден ішкен дұрыс деп ойлаймын. Ал егер для профилактики ішкен болсаңыз, күніне 1-ден ғана ішсеңіз жеткілікті. Вот. Одан кейінгі достар, мен көрсететін витамин, ол көзге арналған витамин, тоже 21 Century деген бренд екен. Бұл жерде достар комплексный екен, для глаз комплекс. Так, что есть в составе? В составе есть витамин А, С, Е, кальций, цинк, селен и медь. И плюс есть лютеин. Вот такой вот комплекс для глаз. Так, даже можно открыть и показать. Вот так выглядят они. Может быть, таблетки большие, но можно разделить на 2 части. Достар, екі бөліп өзі ортасында несі бар. Екі бөліп біртіндеп ішсеңіз болады. Немесе бірақ ішуге де болады, Вот. Қазір көбісі неде отырады, смартфонда отырады, компьютерда отырады. Сондықтан для глаз витамин, для профилактики это самое то. Потом, достар, мен тағы да бір мақтайтын витаминдардың бірі, ол BHAI деген бренд. Бұл жерде аллергияға қарсы таблетки. Они такие маленькие. Бренд называется Мединатура. Да. Так, сейчас покажу вам. Кәдімгідей, достар, аллергиясы бар кісілер біледі. Әсіресе денесіне сып шығып кететін кісілері моментально мына витамин сізге әсер етеді. Моментально кетіреді. Бетінде мақтасы бар екен, защитный алынбай жатыр. Все, өз ішінде көп те қалған жоқ. Бұл жерде 100 штук бар. 100 штук бар, мынандай маленькие таблетки. Ішуі де жеңіл, және де эффект моментально. Даже бар ғой. 10 секунд, 15 секундта уже әсер етеді. Бұны мен жолдасым ішті, жолдасым өте таң қалды, өте риза болды, потому что ол всегда супрастин, сондайлар ішетін еді. Олар әсер ету 15-10 минут алса, тез әсер етеді. Бағасы 4-5 мың шамасында. Қазір кішкене қымбаттады, но одан көп қымбат емес. Және де бұл жерде жазылып тұр, көзіңіздің су аққанына да, және де мұрнының қышығанына да көмектеседі деп. То есть противоаллергенные таблетки. Очень классные, друзья, обратите внимание, кто страдает аллергией. Вот. Потом, достар, тағы да бір ішіп жүрген витаминым, ол жидкий йод из бренда Lifelong. Вот, 150 доза бұл жерде. Да, 150 доза. Мінекей жазылып та тұр мына жерде. Айхербтің витаминдарына риза болатыным, бұл жерде барлығын дозасы жазылып тұрады, достар. То есть еш нәрсені алып, қандай витамин қалай ішем, дозасы қанша демейсіз, міне бәрі жазылып тұрады. Как по полочкам. Соған риза боламын да мен. Және де срок годности тұрады, міне. Бәрі прозрачно, міне. Без ГМО, без глютена, без сои. Вот. Неге бәрі айхербтің витаминдарын мақтайды, неге бәрі айхерб витаминдарын ішеді? Потому что бәрі прозрачный, как есть, солай көрсетіледі. Мына жерде пипеткасы бар. Пипеткамен алып, сейчас покажу. Вот такой вот получается. Прозрачный такой, светло-желтый. Сондай. Мне сумен езіп іше саласыз. Дәмі кәдімгі кішкене йодтың дәмін береді, но это не критично. Вот. Вот такой вот йод, друзья. Потом, достар, тағы да бір ішетін витаминім, ол sunflower лецитин деген. Бұл туралы мен онша білген жоқ. Менен көп кісілер осында алатын болды да, сондап маған Гүлжан осыны алып берші маған деп. Сосын мен қарап оқып, солай ішетін болдым. Өйткені кімнің өте дұрыс жұмыс жасамайды, енді кейде болып қалады дұрыс.
организміңізде тамағыңыз қорытылмай қалады. Сол кезде ішемін. Негізі бұны на постоянной основе ішіп жүрген бір кездері. Қазір кішкене демалып жүрмін. Без ГМО, без сои, міне көріп отырсыздар. 200 штук, здесь большая банка. Вот. Күніне 2-ден ішесіздер, достар. Күніне 2-ден ішесіздер. Бренд называется Now, тоже один из лучших на сайте iHerb. Так, хочу показать вам капсулы какие, да? Потому что бұл ерекше кішкене. Ой, міне үлкен. Дәмі как халва, алып прям жевать ете беруге болады. Немесе сумен ішіп жүрге де болады. Өте приятный дәмі. Басында кішкене непривычно, но үйреніп аласыздар. Даже мен ұлыма да беремін, ол күніне бір өзім ішеді. Так, потом, достар, осыны мен маған тағы да бір апай хабарласты да, маған айтты, Гүлжан, лецитин бар ма, именно подсолнечный деп тұр ғой, санфлава. Неге десем, для нервной системы жақсы екен, соны алам деп. Соны мен как это так деп сөйтіп. Кейін бет мән беріп қарасам, мына жерде жазылып тұр екен, міне nervous system support для нервной системы тоже. Жүйке жүйесін тыныштандыруға тоже әсер еткен. Ну, с одной стороны, былай қарасаңыздар, когда өті толып кететін адамдар біледі, өті толып кеткен кезінде басың ауырып кетеді бірден. Сол енді барлығы бір-бірімен байланысты тұр ғой. Сондықтан обратите внимание, вот подсолнечный лецитин. Сайтта порошок түрі де бар, достар. Сондықтан iHerb сайтынан қарап шықсаңыздар болады, достар. Вот. Тағы да айтатын витаминдердің негізімен де көп. Бар жиналған осы болды. Негізі тағы да витаминдердің болғанында. Просто дойчам кішкене жазалсаңыз, осы витаминдерді алып. Көбісі почти что пустой банкілер еді. Келесі видеода көрсететін болам. Келесі видеода, достар, балаларға арналған витаминдер туралы тағы да айтатын боламын. Күнде менімен бірге болыңыздар. Осы каналға күнделікті видео шығарып отыруға тырысатын болам, достар. Барлықтарыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.